Баршаңызға сәлем. Түймедақтың денсаулыққа пайдасы және де одан дайындалатын бірнеше пайдалы шайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Түймедақ, яғни ромашка, өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауырғанда, асқазан жарасында және ас қорытуының бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады. Және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі болып есептеледі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Және де бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруде және майлы беттерді тазартуға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызаруын да емдеуге болады. Түймедақтың шашымызға да тигізер пайдасы өте көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабынмен жуып болғаннан кейін, гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып, әрін әрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен шүйгіндеп тамырының 4 бөлігін және зеренің тмин 1 бөлігін алып, жақсылап араластырамыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан бір ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шаңқурай, яғни зверобой, дала қырықбуыны, хвош, түймедақ гүлі мен қырмызы календула, яғни шөптерінен 1 шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Және баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейміз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалатын тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар, іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Ескерту: басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен, түймедақпен тұмау кезінде тамақ ауруында ингаляция жасау арқылы айығуға болады. Және тамақты шаюға да мүмкіндік бар.
тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болғаны. Келесі пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп тамаша белгісін басуды ұмытпаңыз.